Қалайсыздар? Еңгерімшілер мен подписчиктер сіздермен әрқашан матча біздің өнімізді достар. Майнкрафттың 7-ші бөлімін көретін боламыз. Достар, сізге рахмет. Алдың бөлімге достар лайктар коммент жазып жатқаныңызға достар сіздерге үлкен рахмет достар. Және достар сіздерге ең басты үлкен рахметін айтатын достар сіздерге уже 100 подписчикке жеткізген, яғни 100 емес 103 подписчиктен достар сіздерге сол үшін сіздерге үлкен рахмет достар. Сіздерге алғысым шексіз достар, в общем, шексіз достар. Біз бүгінгі видеомызда осы біздің астын білетін болсақ, мал қоран үстін достар, мен мындай ана жерде фермада білетін болсақ, сол фермаға уже андай далаға шықпай-ақ достар. Енді мен бұл фермаға істегенде уже мына үстіне салсам ба екен ойым бар. Не десеңіздер, просто түнге қарай мен уже ана фермамды алу керек болғанда, уже ана түнде уже скелеттер шығып клеманы алу қиын болады. Сол себепті мен бұның үстіне салсам ба екен деп ойладым. Сосын достар, мен осының үстіне салатын боламын достар. Ол әдемі көріне ме екен әзірше білмеймін, салып қараған соң көретін боламыз. Бірақ достар, сөйтіп салатын боламыз достар, бір әдемі бола ма екен білмеймін достар. Және де сіздер алдыңғы видеода көрген болса, осы атқа барғанымызда осы портал істеп, достар, сіздерге сол неге рахмет. Маған лайктар басып, маған көмектесіп жатсыздар достар. Сіздерге сол себепті үлкен рахмет достар. Және де міне мен барынша достар, алдыңғы видеода істегенде ол туптары сондай болады нелері. Дизайн тек қана мындай решетканың орнына достар, оларда тек қана не тұратын болар. Қалай айтатын еді? Нәру стекло, достар, стекло тұратын болар. Құтты құлап кетуіме. Сол стекло тұрады. Бұлай түк разница жоқ достар. Астана көп разница болмайды. Қазір онда мына екеуінің ортасына саламыз. Міне бұлай салатын боламыз. Және де неққан достар, және де мен бұл фермада туптыра сол секілді істеймін. Егесеңіздер, мене басқа дұрыс идеям жоқ, басқаша қалай істеу керек екен достар. Және де бұл не әдемі шыға ма екен точно айта алмаймын әзіршеге. Мына жоғарын саламыз. Және достар, мына жерлеріне стеклоны саламыз. Және достар, бұл астыңға не секілді төртке бөлініп кететін болады. Төртке емес әзіршеге. Сол жалпы мен төртке бөлем ба деген ойдамын, бірақ достар, мен екіге бөлетін боламын. Неге десеңіздер достар, менде андай нелер жоқ, цемена дейма, цеменалар бар, ол жоғандай простой цеменалар бар да, андай нелер болады, кішкен басқаша түрлер. Мысалы, менде тек қана свекломен, сосын осы цемена дейтін бар, тек қана пшеница ма, сондай өсетін ме, сондай біреңе бар. Алғары тауып отсақ, біз бұл фермамызды уже 3-ке 4-ке сөйтіп бөліп бастайтын боламыз достар. Бұйыртса соны жететін боламыз достар. Әзірге мен ойымша сіздер, ол мен ойымша деген достар, бәрі ол сіздерге байланысты. Егер сіздер бұл Майнкрафттың егер сіздер жалғастарын қалап жатсаңыздар, бұның бәрі достар бәрі де болады. Және мен амнан үстіне де туптыра осылай салсақ бекен, бірақ үстіне осыны етпесім бекен достар. Бірақ кішкен мынау үстіптіра, онына достар, мен мынау үстіне битсайын мындай простой мындай дуптармен менде мындай достар. Және де барыңызда достар, мен бұл дуптарды достар шын айтам достар. Және де жамай комментар жазбай қойыңыздар достар. Мен бұл ағаштардың бәрін өзім кестім достар. Ешбіреу андай творческийдан алып істеген жоқпын достар. Ешбіреу ойма нерін салғанмын түкеттім. Ешбіреуін творческийдан алған жоқпын достар. Неге десеңіздер, аңғарыңыздар, анаяқта ағаштардың көбісі андай бір шөптер өсіп тұр ғой, көріп тұрған боларсыздар достар. Соның бәрін орнына кесіп сөйтіп өзім достар еңбектемін десе де болады достар. Және достар, және де мен иттерім пайда болады достар. Сіздер білетін боларсыздар, менің иттерім бар екен достар. Сол иттер дейтін қазір менде өте сол жүріппін ғой. Менде иттер қазір өте көп болып кетті достар. Бір жағынан ол маған да жақсы. Неге десеңіздер, олар мысалы маған бір қауіп төнсе, олар мені резко қорғап бастайды достар. Иттердің бір жақсы сол, ит айтады, яғни адамның жақын досы деп, сол десе де болады достар. Яғни сол десе де болады деппін ғой. Үстіне салып болды. Енді менде жетем екен, бар екен достар. Әлі достар, бұның мен достар ешбіреуін творческийде алған жоқпын достар. Жаман комментар жазбай қойыңыздар, яғни хейтер тетпей қойыңыздар достар.
мына да мен стекло салып жіберейін, кішкене алдыңғы недегідей туп-тура. Оның ешқандай айырмашылығы болмайтын шығар. Мына салып жіберемін. Тек қана бұның разницасы тек қана мындай оның решетканың орнында мына тек қана не тұратын болады, мындай стеклолар. Сосын кішкене төртке бөлінген бола ма, сондай бір реңі крышашы тек шамалы кішкене басқашалау болады. Бұлай көп разница жоқ достар. Күте тұрыңыздар. Достар, мен бұны қади салып отырсам екен. Жоқ, бірақ достар, бірақ мен бұны бүйтуім керек болады. Уже көрдіңіздер ме? Мен уже мына бәрін істеп жатқанда маған уже жерді кішкене маған бір блокқа үлкен болып кететін болады. Неге десеңіздер достар, білетін боларсыздар, яғни бұндай цемнан бәрі жерге не істейді, егіледі, иә. Мен мына жақта созып өттім ғой. До конца мына жақта да до конца созып тастайын. Достар, менің есептеген бәрі қате кетіп отыр, бірақ достар ештеңе етпейтін болар. Еш жаманы ондамдай болмайтын шығар деп ойлаймын. Маған алғары ешбір несі болмайтын болар, кедергілер, яғни қалай айтсам екен, не істейтіні общем қауіп емес, общем сондай кедергі болмайтын болар. Және достар, сіздер түсінбей жатқан боларсыздар, мына жақта менің оң жағымда бір эффекті тұр. Достар, сол эффекті білмеймін соның не екенін. Мен көрсетейін, бұны мен қалай істеймін достар. Бұл эффектінің аты қазір оқып жіберейін. Дурное знамение ме айтыр сондай білінген достар. Кешіңде мен орысша дұрыс оқи алмаймын, өз басым мойындаймын. Орысшаны еш дұрыс қақпаймын десе де болады. Айтыр достар, мен бұны қалай алды десеңіздер, мен бұны кәдімгі нені достар, мен ұйықтап келейін. Ұйықтап күте тұрыңыздар. Таңертең тұрған соң жалғастыратын боламыз достар. Жоқ, ешқандай пауза болмайды, үндемей қаламын. Мені достар, уже таңда болды. Мен айта берейін. Мен бұны қалай алды десеңіздер, достар, мына главасы мындай флаг ұстап жүреді, білетін боларсыздар. Ол маған неше уақытқа, жалпы ол 99 минутқа, 99 секундқа береді. Достар, мен уже кішкене сіздер көрмей тұрғанда өзім дайындалып, кішкене өзіме керек заттарды істеп алғанмын достар. Оның сіздерге ешбір несі болмайтын шығар, типа қалай айтсам екен, сіздер ешбір андай уайым емес, өшім достар сіздерге мешет етпейтін болар. Мына жаққа істеймін енді. Онда мен мына ортасынан су қоям ғой, екі-екіден салып едім онда. Мынаны да алып тастау керек болады, қалғары. Мына жақта да, сосын мына жақта да туп-тура солай жіберетін боламыз. Және достар, мына жақта да не белгілі, уже мына жақтан да туп-тура сөйтіп ұстатын боламыз мына жағында. Енді бізде 13 штугі. Міне қазір мына жерге қоямыз. Және де мына жаққа да сөйтіп екі-екіден мына жағына да тап осылай сорып шығатын боламыз достар. Мен бұны айтым келемін достар. Бұл бана мен эффектін жалғастыра беремін достар. Мен бұл эффектіні сіздер бір үшінші ма әйтеуір сондай сериясына достар, сіздер білетін боларсыздар. Мен осыны бір башняға барам деп не істеп қалғанмын, өліп қалғанмын. Сол башняда туп-тура осындай защитниктер дейді, айттым ғой. Сондай алдыңғы видеолар көріп кетқандарыңыз болса, оның бәрін білетін боларсыз. Егер көрмесеңіздер достар, обязательно көріңіздер. Ол видеоның ссылкасы описанияда болады, сілтемесі төменде, яғни достар, сол серия, достар, егер кешірім өтем, егер артық дауыстар шығып кетіп жатса, андай артқы фоннан достар кешірім өтем сіздерден. Достар, мына жаққа мен айтайын, ойшым достар, сол неден, сол защитниктерден туп-тура сондай защитник достар, сол никтерді өлтірсек, әйтеуір ортасынан осындай бір главасы болады. Яғни мен бана жарым іліп қойған бір флагты көрдіңіздер ғой да, туп-тура сондай бір флаг болады достар. Сол флагты ұстап жүрген адамды өлтірсеңіздер, егерде осындай осындай бір эффекті маған берді, или болсын сондай главасын емес, или может быть несінен болар. Может быть несінен өлтіргеннен де болар. Қалай айтатын еді, соны ойшым командасын бәрін жойып тастаған достар. Және де біз алға оны әлі ойымда жоқ достар. Немде
ойым әзірше анда сол башняға бар ғой достар, бірақ сол башняға бір күні баратын боламыз достар, бірақ нешінші істер екен точно айта алмаймын да, бірақ алғары достар точно баратын боламыз. Әйтеуір соның көзін құртатын боламыз. Және достар сол сундуктың ішінен достар ақыры білген жоқпын соның ішінде не бар екенін. Мен оған барған бір досым айтқан, оның ішіне бір нәрсе жатыр деп, және ол маған айтайын деп жатқанында тоқтатып тастағанмын, айтпай ақ қойшы, маған кішкене өзіме қызықты болсын. Яғни келе алдағы видеоларыма қарай кішкене мынандай не болсын, қалай айтушы еді, әйтеуір бір идеям болсын, кішкене алға жалғастыруға достар. Мен кейбірде достар мен видеоларым кешігіп шығып қалады достар. Неге десеңдер, просто мен бұл Майнкрафт ойыннан не саларымды, не істеу керек екен, ой заттар істей алмай қаламын достар. Сол себепті мен кейбір видеоларын кешігіп шығып қалуы мүмкін достар. Уже менің де қарным ашып жатыр. Уже бітіруімізге құптай қалды. Мына бәрі ұйықтап осылай істеп тұруымыз керек. Яғни бетін андай қалай айтатын еді, қазақша қопсытып дей ме, әйтеуір сондай, қопсытып секілді, сөйтетін секілді. Егер қателеспесем, осылай қопсытып шығамыз. Енді неғым болған соң енді туптыры сөйтіп осы оң жағымызды да істейміз достар. Мен қарымды ашып отыр, тамақты бар. Мен уже достар, уже мені ағаштан істелген соң уже тез бітіп қалып жатыр. Және достар, бұл тамақтардың достар, және де достар тағы да сіздерден бірдеңе сұрайын достар. Мен достар бұл тамақтарды да неден алған жоқпын достар, творческийден ешбіреуін алған емеспін достар, ешбіреуін алмаймын да достар. Неге достар, неге десеңіздер достар, бір жағынан творческийден алған маған да қызық емес қой, просто типа творческийні аласың, тек просто мына бәрі заттын қоя саламын достар. Бір жағынан өзіме де қызық емес достар, сол себепті жаман комментарий жазбай ақ қойыңыздар достар. Мен ешбіреуін творческийден алмаймын және де алмаспын да достар. Енді жақсы, онда біздің өзіміздің Майнкрафтымызға келейік. Яғынан да туптары сөйтіп шығамыз. Железный істеуін жақсы болды осы жаңа достар. Және мені достар бір жағынан нелеріне бітіп жатыр, железаларында бір стактан уже аз қалды, бана көрген боларсыздар. Сол себепті достар, мен сіздер кішкене бұл видео, мен ол шахтада жүргеннің бәрін видеоға түсірмейтін боламын. Сол себепті достар, өзім үйде отқанда бұлай яғни шахтыға барып железо тауып, керекті өзімізге ресурстар тауып деген достар, соның бәрін алға қарай істейтін боламын достар. Сіздер оның бәрін көрмейтін боласыздар достар. Оның бәрі сіздер келесі видео шыққанға дейін оның бәрі дайын тұратын болар. Железо, золото бізге керекті заттардың көбісі достар. Достар, міне біз уже өзіміз керекті немізді бітірдік. Құтты қалып тұр достар. Былай ана қағыш екен ғой достар. Енді мына картопымыз жетпей қалуы мүмкін. Мына картоптың свеклоның несі жемісі сол жетпей қалуы мүмкін емес, жетпейтін секілді. Қазір көреміз. Мияққа дегеніміз, және достар, бұл білем, бұл свеклосын бір жағынан достар, основном достар, мен бұл свеклоны, мен оны өзім не істемеймін. Бұл Майнкрафт ойында бұл свекло жемеймін да, ол свеклоны тек қана шошқаларға не істеуіме, тек үст баласын шығаруға не істеймін достар. Мені достар, уже мені кішкене уже мен достар нем айналып кетті. Яғни менде уже бірнеше тамақтар бар, уже мал асырадым, қойым бар, сиырым бар, шошқа бар, тауығым бар достар. Оның енді достар, менде енді алғары енді нем болмайды. Тамаққа дейтін проблемам достар, нелерім болмайды. Басқа түрім, міне достар, менің иттерім толық достар, уже көрдіңіздер, уже мына достар, уже мыналар нелері өсіп кетті. Жалпынан достар, тек 4-5 осына үлкендері болған, қалан бәрі құттай щенок дейді, әйтеуір сонда құттайлар болған достар. Мына бәрі өсіп кеткен, өте жақсы достар. Сонда бізде неше 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 бар. Мына достар, менің өте көп ет. Міне достар, мынауым бітті. Мына ортасы немен ажыратылған достар, кішкене бір түрлі көрінетін секілді, тип неғын неде, бірақ мына просто 4-1-ті де, ал неға тек қана кішкене өзгешелеу. Енді достар, мен бұл екінші шажда дым жоқ достар, және де достар, әбзелден идея қалдырып кетіңіздер достар, бұл екінші шажға не салуға болады.
Екінші этажға достар мен не саларымды білмей жүрмін. Мына тек пустой, осы жердегі балкон саламын. Алға қарай мына решеткамен істе жауып тастаймын да. Алға қарай нені түсіретін боламын достар. Туптара мына алға қарай сол идеяларыңызды жазыңыз. Келесі видеода сіздердің комментарийлеріңіз шығып қалуы мүмкін достар. Және достар, біз бүгінгі видеомызды аяқтайтын шығармыз достар. Мына қараңыздар, кішкене әдемі секілді. Мына әдемі деген ойдамын достар. Мына жақта кішкене қап-қаралы болып тұр. Мына жақта стеклолар. Ішіне де достар кішкене более-менее нормально сияқты. Андай неге кішкене қылады осындай цемена осындай өсуінен нормально секілді достар. Тато қатты әдемілікте керек емес оғанда достар. Онда біз бүгінгі видеомызды аяқтайтын боламыз. Достар, сіздерге рахмет. Егер сіздер өшергеннен қарасаңыздар достар, сіздерге үлкен рахметін айтамыз сіздерге достар. От души. Және достар, бұл видеоға лайк басып кетіңіз достар, және комментарий жазып кетіңіз достар. Ең басты достар, подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер достар. Сіздерге рахмет. Қайтадан 100 подписчикке жеткендеріңізге достар. Енді достар білетін болса, бұл каналдың мақсатын мен бұл каналдың мақсатына достар 100 000 подписчик жинағым келеді достар. Онда біз бүгінгі видеомызды достар аяқтайтын боламыз, яғни сіздермен қоштасатын боламыз достар. Лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер достар, және подписаться ететін сөзіңіз достар обязательно достар. Қызыл емес сұр болып тұрыңызшы достар. Менің өзімнің аналитика деп сөйтіп қарайды достар. Сіздердің 50-ден көп процентіңіз достар менің каналыма 5 подписка, яғни подписаться ететін сөзіңіз қызыл болып тұрады достар. Сіздер достар обязательно сіздерден сұраймын достар, сол сөзіңіз достар обязательно сұр болыңыз достар. Сол подписка қызыл күнің басыңыздар, сұр етсеңіздер болды. Және достар колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіздер достар. Онда сіздермен бірге біз достар қоштасатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен әрқашан Мачо. Бәріңіз қош сау болыңыздар. Адиос.